шаршап келдің. Не істейсіз? Көпшілік адам айтады, бала қойшы, тамағымыз ішіп алайық, балпылдамай. Бар, мамаң айт дейді, шешең айт. Тыңдамайды оны. Ер азамат, ол өйтіп, ол жұмсағы ғой ол. Болмаса, әкесі баласымен мүлде сөйлеспейді да, немесе ондай еркелігін де көтермейді. Кейде әйел адамда соған шыдай алмайды. Ер мен әйелдің арасындағы арақатынасқа да біз өзіміз көп қателік қыламыз. Солардың біреуі дұрыс сөйлеуге деген сабырлығымыз жоқтығы. Өйткені оған көп энергия талап етеміз да, көп энергия талап етеміз. Ал білесіз ба, жаман сөзге энергия аз кетеді. Оңай ғой, біреуге балағаттай салу дегені, ақ ит кіріп көк ит шыға салады, бұрғата қалады. Оңайда. Сондықтан айтатыным, оны былай түсіндіретін едім. Бір жақсы затты сатып алам десеңіз, ол қандай тұрады бағасы? Қымбат тұрады, дұрыс па? Жоқ, арзан тұра ма? Қымбат тұрады. Жақсы зат әрдайым бағасы да жақсы болады ол. Мысалы, ат мінгіңіз келді. Жақсы жүйрік ат қанша тұрады?